Сіздермен бірге дұрыс тарих арнасы. Бүгін мен Енесей қырғыздардың отаны бола тұра, неге ол жақта қазір қырғыздар емес, хакастар тұратындығы жайында айтатын боламын. Басқа да маңызды тарихи мәліметтерді менің видео астындағы телеграм каналыма өтіп көре аласыздар. Қазіргі Шығыс Қазақстанның біраз бөлігі мен Монғолия аумағында Шыңғысхан, Найман, Қоңырат, Керей, Жалайыр секілді қазақ тайпаларының басын қосып, татар империясының негізін салды. 1207 жылы қырғыздар Шыңғысханның билігін мойындап бодан болды. Сол кезден бері олардың жағдайы күрт нашарлап ауыр кезеңге аяқ басты. Оларға Шыңғысхан және оның ұрпақтары қан мен салық жүйесін енгізді. Бұл дегеніміз олар тұрақты түрде өз жауынгерлерін татар империясына аттандырып тұруға мәжбүр болды. Шыңғысхан империясының ең негізгі тірегі қазақ тайпалары болды. Олар империя аумағын үнемі кеңейткендіктен бағындырылған аумақ пен ондағы халықты ұстап тұратын сенімді әскер қажет болды. Егер өз адамдарын тоқтаусыз соғыстарға сала берсе, адам азайып, жаулағандарынан бір-ақ күнде ажырап қалар еді. Сондықтан олар бекіністерді қоршау, алдыңғы шепте соғысу секілді қауіпті жерлерге өз адамдарын жібермей, оның орнына бодан халықтарды жіберуді жөн санады. Қырғыздар да солардың қатарынан болды. Қырғыз жауынгерлері үнемі адам көп өлетін қауіпті жерлерге аттандырылды. Ал қазақ тайпалар тек өздері жақсы машықтанып шебер болған ашық далалы жерлерде, шешуші шайқастарда немесе қамалдардың бекінісі қирап, қалаға кіру мүмкіндігі туындаған жағдайларда соғысқа кірді, және басқа жағдайларда ұйғыр, қытай, қырғыз, шүршіт және өзге де бодан халықтарды айдап салып, оларды тірі қалқан ретінде пайдаланып отырды. Шыңғысхан қайтыс болғаннан кейін оның өсиеті бойынша ұлдары мен немерелері әлемді жаулауға жаңа жоспармен аттанды. Қырғыздар тағы көптеп тартылып, қан-жоса майданға тасталды. Бұл жағдай оларды әбден қажытып бірнеше рет көтеріліске шығуына себеп болды. Себебі соғысқа тұрақты түрде еркектердің аямай тартылуы және барғандардың көпшілігі кері қайтпауы олардың берекесін қашырып, жетім-жесірлердің қатты көбеюіне алып келді. Бірақ көтерілістердің бәрі қазақтар тарапынан қатыгез түрде жаншылды. Шыңғысхан 4 ұлына 4 ұлысты бөліп берген соң қырғыздар үгедей ұлысына бодандыққа түсті. Қырғыздар биліктің ауысуын қатты қалады. 1260 жылы Арық Бұқа мен Құбылай арасында таққа талас басталды. Арық Бұқа қырғыз тарапынан барып олардан әскер жасақтады. Қырғыздар да егер біз Арық Бұқаны қолдап ол хан болса, жағдайымыз жақсарар деп үміттенді. Нәтижесінде қазақ тайпалар қолдаған Құбылай бір жақ, қырғыздар қолдаған Арық Бұқа бір жақ болып соғысты. Соғыста қырғыздар ауыр жеңіліске ұшырап, билік толықтай Құбылайдың қолына өтті. Құбылай өз империясын құрып, жеке дара билік жүргізді. Құбылайдың кезінде қазақ тайпаларының озбырлығы одан әрі артып, қырғыздар тағы да ауыр езгіге тап болды. 1273 жылы қырғыздар Хайду мен Құбылайдың таққа таласына араласып, Хайдуды қолдады. Бірақ Хайду да қырғыздармен қосылып Құбылайға шамасы жетпеді. Өздеріңіз бетінде Шыңғысхан және оның немерелері көп жағдайда жиі бас көтеретін бағынбаған халықтарды жаппай қырып салатын. Құбылайда қырғыздардың бір жолата шаруасын бітіру үшін 1292 жылы күшті әскер жіберіп, оларды аяусыз қырғынға ұшыратты. Қырғыздардың басым көпшілік қолға түсіп, олардың біраз бөлігі ажал құшты. Негізінен ер адамдар жойылып, қыздар жауынгерлер арасында бөліске салынды. Қалған біраз бөлігін Монғолия, Манчжурия, Қытай жақтарға күштеп көшірді. Олар Қытай-Манчжур арасында ассимиляцияға ұшырады. Әлбетте орман тоғайға, тауға қашып аман қалып, жағдай тынышталғанда қайтып келгендер де болды. Бірақ Енесей қырғыздары ешқашан бұрынғы кезеңдегі жағдайына келе алмады. Шамамен 80-90% жойылды және жер аударылды. Аман қалғандары кейінгі ғасырларда халқа моңғолдардың және орыстардың шабуылына тап болып, жоқ болды. Енесей қырғыздарынан босаған жерлерді хакастар басты. Қазір ол Ресейге қарасты Хакасия республикасы. Бізге көшіп жатқан қырғыздар негізгі қырғыздардың бір бөлігі ғана болды. Олардың қашан және қалай келгендігі жайында басқа жолы айтамын. Ал қырғыздың негізгі бөлігі Енесейде болатын. Олар 13 ғасырда Құбылай бастаған қазақ тайпалары тарапынан ешқашан бас көтере алмайтын деңгейде қырғынға ұшырады.